Уважаемые участники форума, у нас есть еще одно выступление, которое завершает сегодняшнюю пленарную сессию. И я хочу предоставить слово генеральному секретарю Всемирного центра Бахаи господину Дэвиду Рутштейну. Пожалуйста. Қайырлы күн. Ардақты діни көшбасшылар, Қазақстан үкіметінің өкілдері және барлық қадірлі спикерлер, қонақтар, аға-інілер мен әпке қарындастар. Бүгін осынау бірегей форумда алдарыңызда сөз сөйлеу мүмкіндігіне дән ризамын. Мен бүгін Бахаи халықаралық қауымдастығы атынан пандемиядан кейінгі кезеңдегі адамзаттың рухани және әлеуметтік дамуындағы әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының рөлі туралы кейбір сұрақтарды көтеріп, бірнеше ой ұсынбақпын. Бұл тақырыпқа үңілместен бұрын, адам нәсілі біртұтас әрі өзара тәуелді екенін мойындаудан бастағанымыз жөн шығар. Түбінде, адамзат физикалық сипаты шексіз, әр алуан болып келетін адамдардан құралатын түр. Олар әрқандай қоғамдар мен мәдениеттерде жасай отырып, барлығы бірдей бір ғана планетаны мекендейді. Коронавирустық пандемияға берілетін бейтарап баға тіршілігіміздің осынау өзара тоғысқан қырын, яғни ажырамас адами біртұтастығымыз бен өзара тәуелділігімізді айқын көрсетеді. Пандемия әркімнің өмірін өзгерткені рас. Дегенмен, бытыраңқы да бірлеспеген шаралар теңсіздіктерді әшкерелеп, бүкіл әлемде коронавирустық дерт пен өлімнің бір толқынынан келесі толқынына әкеліп соқты. Егер ұлттық деңгейде шешім қабылдаушылар бүкіл адамзаттың игілігі, оның әрбір сегментінің игілігімен тығыз байланысты екенін мойындаған болса, бұл пандемиямен күресуде нағыз жаһандық шараларды неғұрлым ықтимал да тиімдірек етпеуші ме еді? Бұл сұрақтың жауабы иә деп ойлаймын. Сөйтіп, әлемдік және дәстүрлі діндердің көшбасшылары адамзаттың біртұтастығы мен өзара тәуелділігі туралы ауқымдырақ түсінікке қалайша ықпалдаса алады? Бұл сұраққа жауап беру үшін ең алдымен діннің рөлін зерттеуіміз қажет. Бахаи сенімінің негізін салушы пайғамбар Бахаулла ақиқатында дін жарқыраған нұр және әлем халықтарының қорғалуы мен игілігіне арналған алынбас қорған. Дін шамы көмескеленсе, аласапыран мен абдырау орнап, адалдық пен әділдік, тыныштық пен бейбітшілік жарығы сөнетін болады деп растайды. Бір тәңірлік қайнардан тарайтын әлемдік діндерге ортақ басты рухани құндылықтардың түбінде жер жүзі халықтарын татуластандыратын және ілгерілететін негізгі құралдар жатыр. Билікке бөленген және әлем жұртшылығы көпшілігінің құрметіне ие дін көшбасшылары осы тұжырымдамалардың басты насихаттаушылары бола алады. Алайда, діннің бірлік пен өзара тәуелділікке, бейбітшілік пен әлеуметтік әділеттілікке қосқан үлесін әділ бағалау объективті тарихи есепке тартуды да қамтуы керек емес пе? Діндер мен олардың көшбасшылары оң және таптырмас рөл атқарғанымен, олар орасан зор қайғы қасіреттер үшін де жауапты болды. Өкінішке орай, жеке адамдар мен мекемелердің өзімшіл ниетпен дін рәміздері мен құралдарын жымқырып алуы қаншама қараңғылық пен абдыраушылыққа себепкер болды. Діни соқырнаным адамзаттың ілгерілуіне әлі тосқауыл болып келеді. Төзімсіздік тудырып, шынайы діни құндылықтар көрінісін бұрмалауда. Бахаулла
Діннің мақсаты әлем халықтарының арасында бірлік пен келісім орнату. Оны алауызсыздық пен жанжал себебі қылмаңдар. Дін көшбасшылары оны бір жағынан әсіре ортодоксалдылық күштерінен, екінші жағынан тұтастай руханилықты тастап кетуден қорғаудың қамын ойлауға тиіс. Ал билік тізгінін ұстағандар қоғамдық сенімге лайық болу керек. Олар өз сөздері мен істері үшін жауапкершілік алуға даяр болуы шарт. Бахаула былай дейді: сіздерің сөздеріңіз емес, істеріңіз сәніңіз болсын. Сенімге лайық көшбасшылар өздерінің ең жоғарғы көрінісін басқаларға және жалпы қоғамға қызмет етуден табады. Олар ұжымдық шешім қабылдау мен ұжымдық әрекеттерді құптайды, әрі әділеттілік пен бүкіл адамзаттың игілігіне деген берілгендікті басшылық етеді. Осы қағидалар мен идеяларға адал болса, дін көшбасшылары адамзаттың рухани және әлеуметтік дамуына одан әрі қалай үлес қоса алады? Мағыналы рухани және әлеуметтік даму белгілі бір негізгі қағидаларға деген ортақ түсінікке тәуелді. Адамзатқа бұл рухани ұстанымдар негізгі құралы адам санасы болып табылатын парасатты жанмен үйлесімде әрекет етуге мүмкіндік береді. Сөйтіп, бізді бөліп жарар адам қолы жасаған кедергілер де тосқауыл болмайды. Осылайша, даму саласындағы талпыныстар біз құрғымыз келетін жаһандық қауымдастықтың үлгісі туралы көзқарасты басшылыққа алып, әмбебап құндылықтар жиынтығынан шабыттануы тиіс. Біз адам нәсілінің әр алуандылығын ардақтай отырып, алалаушылық пен алабөтендіктің барлық түрлерінің жойылуына күш салуымыз керек. Біз әрбір адамның ақиқатты өз бетінше зерттеу құқығын қорғауымыз керек. Біз сөз және істерімізбен ерлер мен әйелдердің тең құқықтылығын шынайы ынтамызбен қолдауымыз керек. Ғылым мен діннің үндестігін сөзсіз жақтауымыз керек. Әрбір адамның бойында жасырын қабілеттердің бар екендігін, сондықтан әр адамның, әсіресе кейінгі ұрпақтың алғашқы ұстаздары болып табылатын қыздардың білімге қол жеткізуі қажет екенін мойындауымыз керек. Сонымен қатар, біз бейбітшілік пен әділеттіктің батыл жақтаушылары болуымыз керек. Пандемия адамзаттың біртұтастығы мен өзара тәуелділігін тағы бір рет паш еткеніне, дін көшбасшылары баршаға қызмет етуге ұмтылатын сенімге лайық жарқын үлгілері бола алады және болуға тиіс екеніне, ғылым мен дін екеуі де бірден-бір ақиқат континуумының айнымас бөліктері екендігіне, жалпыға ортақ діни қағидалар рухани және әлеуметтік дамудың арқауы саналатын іргетас екендігіне сенімді болайық, әрі оны бүкіл әлемге жария етейік. Бахауланың барша адамдар үздіксіз өрбіп отыратын өркениетте ілгерілетуге жаралған деген мәлімдемесі әркім-ақ күллі адамзат отбасының бейбітшілігі, өркендеуі мен бірлігі үшін үлес қосуға жауапты екенін білдіреді. Рахмет.